Сәлем қыздар, сіздерге 100% ұнайтын керемет печеньенің рецебін таптым. Міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз, содан кейін бөлме температурасындағы майымызды салып миксерлеп аламыз. Мінекей миксерлеп алғаннан кейін сахарный пудрымызды салатын боламыз. Содан кейін 2 қасық майонез саламыз. Секер саласыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, молырақ саласыз. Мінекей, содан кейін тағы да барлығын бір кет болғанша миксерлеп алып, содан кейін уже ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды саламыз, сосын разрыхлите саламыз. Кейін ванильный сахар болса саламыз, болмаса салмай қойыңызға болады. Мінекей, осылайша қамырымызды бір келкі болғанша илеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жауыспайтын, осындай қамыр пайда болуы керек. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады, қолға жауыспайды. Енді кезекте осы дайын тестімізді печеньенің формасына енгізетін боламыз. Мен осылай барлығын дөңгелектеп алдым, және барлығы бірдей болсын деп весімен өлшеп алдым, бірақ көз мөлшерімен жасай берсеңіз де болады. Өзіңіздің қалаған формаңызда жасасаңыз болады. Мен осылай барлығын өлшеп алдым. Барлығын осылай дөңгелектеп алдым. Кейін шпажканың көмегімен осындай неше түрлі узорлар салсаңыз болады. Мен осындай узор салып, кейін секерімізге батырып, барлығын пергаменттің үстіне орналастырып, қызып тұрған пеште 10 минуттай пісіріп аламын. Мінекей, мен осындай узор салдым, ал сіз өзіңіздің қалаған формада қалаған узорларыңызды салып, секерге батырып жасасаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызша жасайсыз ғой. Енді қалған ең бірінші, ең басты құрамы осы қамырдың құрамын дәл осы құраммен жасаңыздар, сізге сөзсіз ұнайды. Ал ары қарай өзіңіздің формаңызға қарап, формасын өзгерткіңіз келсе, немесе шоколад жақсаңыз, ары қарай өзіңіз білесіз. Мінекей, осылайша біз печеньеларымызды пісіріп аламыз. Бізде жұмсақ печенье шығады, қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне, біздің печеньеміз дайын, осындай әдемі болып шықты. Қараңыздар, керемет, әп-әдемі болып, жұмсақ болып шықты. Басты мақсатымыз біздің печеньеміздің жұмсақ болуы ғой. Енді тастай болып қалған ешкім қаламайды, сондықтан өте жұмсақ рецепт десем де болады. Қараңыздар, қазір сіздерге бөліп көрсететін боламын. Печеньелеріміз әп-әдемі болып, осындай қызарып пісті. Ендігі кезекте өзіңіздің қалауыңыз бойынша орналастырып, әдемілеп, әдемі ыдысқа салып аламыз. Қазір сіздерге печеньенің қандай жұмсақтығын көрсететін боламын. Қараңыздар, даже песочный болып, жұмсақ болып шықты. Менің өзіме 100% ұнады. Егер де сізге де ұнаған болса, міндетті түрде жасап, дайындап көріңіз. Жасап жатсаңыз, мені белгілеуді ұмытпаңыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Мен постоянно өзім жасаған рецептілерден өзіме 100% ұнаған рецептілерді салатын боламын. Және де ең бастысы менің рецептілерім қол жетімді үйдегі бар құраммен дайындайтын боламыз. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Көп-көп рахмет, ас болсын. Қараңыздар, өте жұмсақ. Сізге ұнады ма? Егер ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.